Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге бала бойының өсуіне әсер ететін факторлар туралы айтамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдыруға болады. Бала бойының өсуіне әсер ететін факторлар: біріншісі тамақтану, екіншісі физикалық белсенділік, үшіншісі ұйқы режимін сақтау, төртіншісі ментальды денсаулық, бесіншісі организмдегі витамин минералдар дефициті, алтыншысы гормондар әсер етеді. Жүктіліктің 2-3 триместрінен бастап бала бойының өсуіне ананың тамақтануы, плацентаның қызметі, гормондар, эфир әсер етеді. Нәресте кезінде бала бойының өсуіне нутритивтік, яғни витамин минералдар, метаболический факторлар әсер етеді. Ал 4 жастан бастап бала бойының өсуіне өсу гормоны, қалқанша без гормоны және эфир әсер етеді. Баланың бойы 1 жасында 25-26 см, 2 жасында 12-13 см, ал 3 жасында 7-8 см өседі. Пубертаттық даму кезінде қыздарда 11 жаста, ал ұлдарда 13 жаста бала бойы тез өседі. Бала бойының өсуіне әсер ететін факторларға толығырақ тоқталсақ: біріншісі тамақтану. Рационда углевод, май, белок, витамин минералдар барлығы болу керек. Үйдің құрылыс материалы кірпіш болса, ал организмнің құрылыс материалы белок болып табылады. Әрине, үй кірпішсіз құлауы мүмкін. Сол сияқты организмнің дұрыс дамуы, өсу үшін белок өте қажет. Егер рационда тез сіңірілетін көмірсулар, тәтті, қант көп болса, глюкоза өсу гормонын тежейді. Ал бұл бала бойының өспеуіне алып келуі мүмкін. Кешкі сағат 7-ден кейін балаға тәтті бермеу керек. Себебі ол түнде бөлінетін өсу гормонының тежелуіне алып келеді. Ұйқы режимін сақтау керек. Кешкі сағат 10-да әрине бала ұйықтау керек. Себебі терең ұйқыда түнгі сағат 11 мен 4-тің арасында өсу гормонының көп максималды түрде секрециясы болады. Егер балаңыз кеш ұйықтайтын болса, әрине бала бойының өспеуіне себеп болады. Үшіншісі физикалық активтілік. Спортпен шұғылданған кезде өсу гормоны секрециясы көп болады. Яғни спортпен шұғылданған кезде өсу гормоны көбірек бөлінеді. Сондықтан физикалық активтілік өте маңызды. Төртіншісі ментальды денсаулық. Стресс кезінде организмде глюкокортикоидтар, кортизол деңгейі жоғары болады. Ал оның кортизолдың деңгейі көп болатын болса, ол өсу гормонының тежеуіне алып келеді. Алтыншысы гормондар. Өсу гормоны, қалқанша без гормондары барлығы бала бойының өсуіне әсер етеді. Сондықтан балаңыз бойы ұзын және әдемі болуын қаласаңыз, бірінші тамақтануды өзгертіңіз. Рационнан тез сіңірілетін көмірсуларды, тәттіні шектеңіз. Екіншісі, балаңызды кешкі сағат 22:00-де ұйықтатыңыз. Себебі кешкі сағат 11-де өсу гормонының максималды түрде секрециясы болады. Үшіншісі, физикалық белсенділік. Әрине, балаңыз спортпен шұғылдану бұл денсаулыққа өте пайдалы. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көбірек пайдалы ақпараттар алу үшін Instagram каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.